Баршаңызға сәлем. Біздің кезекті тақырып past simple. Жалпы past simple дегеніміз жай өткен шақ. Бұл өткен уақыттағы іс-әрекеттер кезінде қолданылады. Мысалы, мен кеше мектепке бардым, сен өткен апта серуендедің. Осы сияқты сөздер кезде біз past simpleмен айтамыз. Формуласына келетін болсақ, subject plus және көріп отырсаңыздар, мен екі verb жазғам, яғни екі етістік. Біріншісі етістіктің екінші формасы, екінші етістікке ed жалғанып тұр. Енді сұрақ, неге екі етістік? Бізде ағылшын тілінде етістіктер екіге бөлінеді. Regular verb and irregular verb. Regular verb дегеніміз бізде дұрыс етістік, ал irregular verb дегеніміз бұрыс етістік. Егер бізде дұрыс етістік келетін болса, verbке ed жалғаймыз. Егер бұрыс етістік болатын болса, етістіктің екінші түрін аламыз. Біз дұрыс не бұрыс етістік екенін қайдан білеміз? Егер сіздер интернетке irregular verbs деп жазсаңыздар, ол жерде бұрыс етістіктің кестесі шығады. Егер сол кестеде берілген етістік болмаса, онда ол дұрыс етістік. Ендігі сұрақ, біз verb екі, яғни етістіктің екінші түрі екенін қайдан білеміз? Irregular verbте дәл осындай кесте шығады. Біріншісі be, was, were, been. Be дегеніміз to be. Біздің алғашқы тақырып болу. Яғни мен кіммін, қандаймын осы шақта қолданылады. Ал was, were бізде мен болғанмын. Бұл бізде өткен шақта қолданылады. Міне ортаңғы бағанда тұрған, яғни ортаңғы қатарда тұрған сөздердің барлығы бізде етістіктің екінші түрі болып табылады. Бүгінгі тақырыпқа керек дәл осы ортаңғы бағанда тұрған сөздер, яғни етістіктер. Сонымен қарап отырсаңыздар, төртінші қатарда cut. Үш түрі де бірдей. Енді бұл сөз қолданған кезде қай шақ екенін қайдан білеміз деген сұрақ туындайды. Мысалы, біз өткен сабақта, яғни present simpleда every day, every week деген сияқты өзіне тән сөздерді қолдандық. Міне осындай сөздер бізде past simpleда да бар. Бұл іс-әрекеттің қашан болғандығын білдіреді. Біз бірақ every емес, оның орнына last қолданамыз. Last day, өткен күні, last week, өткен апта, last month, өткен ай, last year, өткен жыл, last century, өткен ғасыр. Сонымен қатар, бізде қазақ тілінде кеше емес, оның алдыңғы күні деп қолданылатын сөз бар. Ол the day before yesterday деп айтылады. Яғни қарап отырсаңыздар, кешеден алдыңғы күні деген сөз. Сонымен қатар, өткен шақта қолданылатын, ең жиі қолданылатын сөз ол yesterday. Yesterday деген бізде кеше деп қолданылады. Және ago деген сөз бар, ago бұрын. Мысалы, 2 days ago, 2 күн бұрын. 3 weeks ago, 3 апта бұрын. Міне осы мағыналарды білдіреді. Сонымен біз present simple, яғни осы шақтағы сөйлемді past simple өткен шақтағы сөйлемге айналдырайық. I play, мен ойнаймын, you jump, сен секіресің. Ал бізде өткен шаққа айналдыратын болсақ, play және jump етістіктері дұрыс етістік. Сол себептен біз екі етістікке де ed жалғаймыз. Сонда бізде I played, you jumped сөйлемдері шығады. Аудармаларына келетін болсақ, мен ойнадым, сен секірдің деп аударылады. Тағы бір етістік алайық, енді дұрыс емес, бұрыс етістік алайық. We say, say деген сөз айту. We say, біз айтамыз. Өткен шақтағы түрі we said, біз айттық. Яғни say-дің екінші формасы said болып айтылады. Дәл солай go, went, gone. Go бару, екінші түрі went, бардым деп аударылады. Сонымен I, you, we, they, he, she осы есімдіктерге екі түрлі етістіктерді қолдану арқылы, дұрыс және бұрыс етістіктерді қолдану арқылы өткен шақтағы сөйлемді жасадық. Енді сұрақ, біз болымды сөйлемдерді жасап үйрендік, ал болымсыз түрін қалай жасаймыз? Мысалы, мен кеше ойнаған жоқпын, сен кеше алған жоқсың деген сияқты. Ол кезде біз didn't көмекші етістігін қолданамыз. Didn't бізде did және not'тың қысқартылған түрі болып табылады.
Енді мысалдар айтайық. Біз қолданған played, jumped, went, got сөздері, яғни етістіктері, өткен шақта тұрған етістіктер, бұл кезде қалай қолданылады? Мұқият тыңдайық. Мысалы, мен ойнаған жоқпын. I didn't play. Яғни бізде ed айтылып тұрған жоқ. Ed'дің айтылмау себебі ол didn't-ке өтіп кетті. Яғни болымсыз сөйлемді жасап тұрған көмекші етістікке өтіп кетіп, сөз өзінің бастапқы формасына түседі. You didn't jump. Сен секірген жоқсың. We didn't go. Біз барған жоқпыз. Go деген went-тің бастапқы түрі. They didn't get. Олар алған жоқ. Get, got-тың бастапқы түрі. Енді берілген сөйлемдерді аударып көрейік. I didn't play. She didn't jump. You didn't go. We didn't get. Байқап тұрсаңыздар, барлық есімдіктерге бірдей didn't жалғанады. I didn't play. Мен ойнаған жоқпын. She didn't jump. Ол қыз секірген жоқ. You didn't go. Сен барған жоқсың. We didn't get. Біз алған жоқпыз. Келесі, біз сұраулы сөйлем жасап көрейік. Сұраулы сөйлемді жасау үшін өздеріңізге белгілі сөйлемдегі көмекші етістікті сөйлемнің алдына шығарамыз. Яғни did бізде сөйлемнің алдына шығады. Мен ойнадым ба? Did I play? Сен секірдің ба? Did you jump? Дәл осылай сөйлемді құраймыз. Енді келесі сөйлемдерді аударып көрейік. Did I play? Did she jump? Did you go? Did we get? Бұл сөйлемдер қалай аударылады? Did I play? Мен ойнадым ба? Did she jump? Ол қыз секірді ма? Did you go? Сен бардың ба? Did we get? Біз алдық па? Енді бірден болымды, болымсыз сұраулы сөйлемді жасайық. I played. Мен ойнадым. I didn't play. Мен ойнаған жоқпын. Did I play? Мен ойнадым ба? Сонымен біз болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемді жасап үйрендік. Және бұл жерде бір айтатын жағдай, яғни болымсыз және сұраулы кезде didn't пен did қолданылған кезде бізде етістіктер сөйлемнің бастапқы формасына түсіп қалады. Тек қана болымды сөйлемді айтқан кезде ғана етістіктің екінші формасын, не болмаса ол дұрыс етістік болатын болса, етістікке ed жалғаймыз. Сонымен сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сабақ сіздерге ұнаса, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақты жіберіп алмас үшін каналға тіркеле кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше, goodbye!